осы жұмысқа тұруымның себебі, қазіргі тауып отқан нанымның себебі осы волейболдың арқасы. Осы волейбол ойнаған арқасында мен осы қазіргі таңда Амалбеков мектебінде дене шынықтыру пән мұғалімімін. Жалпы мен волейбол ойынына қызығушылығым осы ойынға мектеп кезден басталды. Нақтырақ келетін болсақ, ол 10 сыныптан болатын. Осы қазіргі таңға дейін ойнап келе жатырмын. Оғанда шамамен 15 жылдан артық болды. Негізі сырт көзбен волейбол ойыны өте оңай сияқты көрінгенімен, бірақ ойын барысында допты алаңға түсірмеу оңайға соқпайды. Өйткені қарсыласпен допты ойнап жатқанда доп өз поляңа, өзіңнің алаңыңа доп түспеу керек. Соны түсірмеу үшін сен барлық әрекеттерді жасап, құлап, әр доп үшін жүгіресің. Мектеп кезден ойнағаннан кейін студент кезде де ойнадым. Студент кезде мен оқуыма бұл волейбол ойыны өте көмек болды. Жалпы осы ойынның арқасында мен біраз жетістіктерге жеттім. Жанарқамыздың атынан сборныйда біраз ойнадым. Волейболға қатысқаннан кейін, волейбол ойнағаннан кейін бірден ойнап кетуге болмайды. Өйткені әртүрлі травмалар алып қалуға болады. Сондықтан сол травма болмас үшін ең бірінші дене қыздыру керек, доппен жаттығу жасау керек. Одан бөлек допсыз да аяқ, тізе, бел, бүкіл дене мүшесін қозғалту керек. Жалпы волейболға қатысу үшін ең маңызды десе де болады. Көңіл бөлетін зат ол сыртқы киіммен және аяқ киім, сырт аяқ киімі кроссовки. Сол үшін өзі жалпы волейболшылар Asics және Mizuno деген көбіне Nike деген фирма, жақсы фирмалардың оригинал кроссовкаларын киеді. Неге? Өйткені олардың табандарында өте жұмсақ. Мысалы үшін менікі Asics Elite деген кроссовки фирмасы, Elite деген фирмасы. Жалпы волейболшылар өзі көп ойында секіреді. Секіргеннен кейін олардың бүйректеріне зақым келеді. Бүйрекке зақым келмеу үшін жұмсақ түсу керек. Ал жұмсақ түсу үшін кроссовки жақсы таңдау керек. Фирма Asics, Mizuno дегендердің кроссовкаларын таңдаса, ол бүйрекке зақымы келмейді, белге зақымы келмейді. Өйткені олардың өкшелері, табандары жұмсақ резинамен қапталған арнайы осы волейболға арналған кроссовкалар. Одан кейін ойынның өте әдемі ойнау үшін осы волейболды Mikasa деген фирма мен ойнайды көбісі. Бұл 300-дік, бұл кішкене, бұл тренировочный, әдейі осы дайындыққа арналған топтар. Ал ойында ойнайтыны ол 200-дік деген болады. Оның екеуінің ерекшелігі 200-дік топтар кішкене кішіректеу келеді. Ал тренировочный, дайындыққа арналған топтар кішкене ол 200-діктен үлкендеу болады. Сондықтан 300-дік деп бөлінеді. Жалпы волейбол ойында ережесі бойынша 6 адам ойнайды. Бір байланыстырушы, 4 шабуылшы және де бір либеро. Либеро дегеніміз ол алдыңғы зонада ойнамайды, таза артқы зонасында ойнайды. Допты қабылдап, әдемілеп байланыстырушыға беріп отырады. Байланыстырушы көтереді, диагоналімен доигровщиктар допты қарсыластың алаңына соққы жасайды. Қазіргі таңда менде дайындыққа келетін балалар, ұлдар, қыздар, ол әртүрлі жас ерекшеліктері бар. 7-ші сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін ойнайды. Осы күнге дейін біз аудандық жарыстарда жүлделі орындарға ие болдық. Былтыр 7 мен 8-дердің арасында Жанарқада бірінші орын алып, облысқа жолдама алып, облыста ойнады, облысқа қатыстық. Дайындыққа балалар өте қызығушылықпен келеді. Одан бөлек өзіміздің мектебімізде осы оқушылар мен мұғалімдер арасында жарыстар болып тұрады. Соның арқасында қазір оқушыларымыздың қызығушылығы арта түседі. Және де осы волейбол ойын ережесінде әр адамның өз орны болады. 1-ден бастап 6-ға дейін. Допты ойынға қосатын жерден бастап бірден басталады да, керісінше переходпен айналып отырады. Керісінше жүріп отырады. Переход оңнан солға болса, ал есеп солдан оңға болады.
Волейбол ойыны есеп саны 25-ке дейін 3 партиядан болады. Егер де қарсылас бір-бірден ұтса, бір-бірін 3-ші партияға дейін ойнайды. Ал егер 2-0 болып бір жақ ұтылса, онда ойын аяқталады. Ал олимпийский система дейді ғой, олимпиадалық системада ол жерде 5 партияда ойнайды. 3 партия ұтқанша дейін. 3-0 болса, яғни қарсылас уже жеңді деген сөз. Мынау жанымда отырған балалар менің қазіргі таңдағы дайындап жатқан шәкірттерім. Осы Амалбеков мектебінің құрама командасы. Рамазан Әлшер, шабуылшы. Оң жағымда отырған Әбікен Әділ, қолда шабуылшы. Диагональный дейді ғой. Ар жағымда отырған Жұмабеков Ахниет, бұл үздік байланыстырушы, біздің мектебіміздің, жалпы ауданымыздың үздік байланыстырушы. Бұл жақта отырған Ғалым Мирас, бұл диагональный бізде. Артымда отырған Үсенұлы Қанат, бұл да шабуылшы. Мұхтар Абай қазіргі таңда 9-шы сынып оқиды. Бұл бізде либераның рөлін атқарады. Біз волейболға қатысқан себебіміз біз 9-шы сынып оқып жатқанда бастадық. Себебі 11-ші сыныптың оқушылары Жаханов Жалғаз, Түгелбай Жақсығали және Нариманов Рамазанның ойындарына қарап біз шабыт алдық. Сырым мұғалімнің арқасында біз волейболдан көптеген жетістіктерге жеттік. Және де осындай деңгейде, жоғарғы деңгейде ойнап, өнер көрсетіп жатырмыз. Волейбол қиын спорттардың бірі. Біздің результат беріп отқанымыз көп дайындықтың арқасында. Біздің дайындықтарымыз аптасында 3 рет болады. Мен ойында байланыстырушы ойнаймын. Маған связкада мадиармен ойнаған ыңғайлы. Оған любой позицияда пас беріп, бірге ойнаған жақсы. Мен 11-ші сынып оқушысы. Мен қазіргі таңда физика, математика бағытында білім алып жатырмын. Бірақ бұл волейболға қатысып отқанымыз ешқандай білімімізге кері әсерін тигізбейді, уақытымызды алмайды. Өзіміздің қызығушылығымыз. Қазір біз сіздерге волейбол ойын бастамас бұрын дайындығын көрсетеміз. Ең алдымен допты жерге ұру керек. Қарсылас бір-біріне допты ұрып отырады. Екінші позиция. Бір қолмен алып допты лақтыру. Екінші қолмен келесі допты алға лақтырып, допты ұру, жерге соғу. Одан кейін ойын барысы жоғарғы прием. Төменнен бір, жоғардан. Одан кейінгі бізде тордан ұру басталады. Прием мені. Кет.
А? Не дейсің? Екінші позиция. Ол 2-ден деп саналады. Волейболда қазір ережесінде айтамыз. Әр ойыншының өз орны бар. Қазір 2-ден бірінші дайындықты бастаймыз. Жақсы. Үстіне төмен алсайшы. Ора. Вот, жақсы тамашашы. Слышь, қаттырақ. Evet, tamamsa. Жақсы. Өт, керемет. Орабай. Так, ендігі позиция бізде дайындық барысында пайп дейді. Ол яғни пайп дегеніміз екінші зонаның ар жағынан ұру керек. Екінші зонаның ар жағынан секіріп ұру керек. Бірінші зонаның линиясын баспау керек. Я түсемін. Keler. Жақсы. Жақсы. Ендеше біз сіздерге қазір ойын барысын көрсететін боламыз волейболдың. Қол алсамыз.
волейболдың ережесінде әр бала өз орнында тұру керек. Бұл жерде өзі 6 адам қатысады. 6 адамның әркімнің өз орны бар. Реттік нөмірі. Сол реттік нөмірі өте маңызды волейболдың ережесінде. Ол егер реттік нөміріне қателік кететін болса, төреші байқап қойса, оны командаға бір ұпайын алып тастайды. Ойынның басы ойынды допқа қосатын подача деп атайды. Ойынды допқа қосатын бірінші нөмір. Бірінші нөмір анау шеткіде. Әлшер, қолыңды көтерші. Әлшердің орны ол бірінші нөмір болып есептеледі. Мирас екінші, Ахмет үшінші, Әділ төртінші, Ілияс бесінші, және де Қанат алтыншы. Әркімнің өз орны бар. Ойын барысында подача, доп ойынға қосылғаннан кейін барып, ойыншылар орнын ауыстыралар. Тек бірінші зонаның ойыншылары ғана. Артық ойыншылар бірінші зонадан аспауы керек. Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. I'm pouring Sean Don and I roll the best weed cause I got it going on. Енді жалпы қорытындылай келе осындай ауданымызда жас волейболшылар ауданымыздың намысын Жанарханның атын шығаратын волейболшыларымыз көбейе берсін, ауданымызда спорт дами берсін.